Израиль парламенті Палестинаны толыққанды басып алуды жақтады деп шешім шығарды деген ақпарат шықты. Бұл ақпаратты тексеріп көрейік. Шын мәнінде Израиль парламенті Кнессет депутаттары Иудея, Самария және Иордан өзені аңғарында егемендігін тарату туралы декларативті ұсынысты қолдады. Израильдік баспасөзде мұны растап отыр. 71 депутат қолдап, 13 қана депутат қарсы шығып қол қойған. Бұл резолюцияда бұл аумақтар еврей халқының тарихи, мәдени және рухани отанының ажырамас бөлігі деп көрсетілген. Құжатқа негіз ретінде Израильге 2023 жылғы 7 қазандағы шабуыл алынған. Сондай-ақ палестиналық мемлекет құруға қарсы ұлт ішіндегі кең келісім аталып отыр. Айтылып отырған аумақ мынау. Мұнда Иорданиямен бөліп тұрған Иордан өзені бар. Оның батысында Палестина әкімшілігі бар. Израиль заңнамасына сәйкес 6 күндік соғыс кезінде Иорданиядан тартып алынған аумақтардың қазіргі мәртебесі уақытша әскери оккупация деп аталып келген. Бұрыннан бұл жерлердің заңды әкімшілігі Израильдің қорғаныс армиясы бас қолбасшылығы болған. Енді Израильдің бұл әрекетін халықаралық құқық алаңында қарастырып көрейік. Кнессеттің 71 депутаты қолдаған декларативті ұсыныс Израильдің аталған аумақтарға егемендігін тарату ниетін білдіреді. Бірақ бұл құжат заңды күші бар аннексияны жүзеге асырмайды. Себебі ол тек символикалық сипаттағы резолюция саналады. Дегенмен, егер Израиль бұл аумақтарды заңды түрде аннексияласа, халықаралық құқықта бұл әрекет оккупацияны заңдастыру әрекеті ретінде қарастырылады. Бұл 4-ші Женева конвенциясының 49-ші бабына қайшы келеді. Онда оккупацияланған аумақта халықты күшпен көшіру немесе елді мекендерді орнатуға тыйым салынған. Халықаралық қоғамдастық, оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымы және көптеген мемлекет Израильдің жерін кеңейту идеясын заңсыз деп таныған. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының резолюциясы бар. Онда Израильдің жағалаудағы елді мекендерін халықаралық құқыққа қайшы деп санайды. Егер Кнессеттің ұсынысы іс жүзінде жүзеге асса, бұл әрекет халықаралық деңгейде кеңінен сынға алынады және оккупацияны күшейту деп қабылданады. Қорытындылай келе, Кнессеттің резолюциясы әлі заңды аннексия болып есептелмейді. Бірақ ол жүзеге асып жатса, халықаралық құқық бойынша аннексия деп аталып, сынға ұшырайды. Мәселе осылай арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.